Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше хит болып жатқан тюльпан самсасының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Осындай ерекше дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдын ала ситадан өткізіп қойған ұнымыздың үстіне тұзымызды салып, тоңазытқыштан шыққан майымызды терканың көмегімен өткізетін боламыз. Май мен ұн біріккенде осындай крошка пайда болу керек. Оның ортасын ашып, сметанамыз салып, жақсылап жүп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай жүп-жұмсақ қамыр шығады. Оны пакетімізге салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Фаршымызды, пиязымызды және татымына қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Тынған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Мен таразының көмегімен бөлдім. 65 граммдай шықты әр қамырымыз. Қамырымызды осы бөлшекке бөліп алып, бетін пакетпен жауып қоямыз. Бұл қамыр өте нәзік болған, ұнды да керек етпейді. Жақсылап оқтаумен жайып, пышақтың көмегімен осы бір бөлігін бөліп, дайын болған массамызды ортасына салып, көп салуға болмайды, су шығып кетеді. Бір үлкен қасық, я болмаса бір жарым үлкен қасықтай салып, осылай айналдырып, орап шығамыз. Астыңғы бөлігін жақсылап, бір-біріне қысып жабыстырамыз. Бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып, жапып шығамыз. Бетіне күн жуғызамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеоны лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта түрлі рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд ас болсын.